Некені бұзу үшін электронды түрде қалай өтініш жібереміз? Бірінші өзіңіздің атыңыздан ECPMENEGOV-ға кіресіздер, кодты тіркейсіздер, отбасы бөлімін таңдауларыңыз керек. Отбасылық жағдай, одан кейін некені бұзу дегенді таңдауларыңыз керек. Өтінішті жіберу батырмасын басып, өзіңіздің толықтай мәліметтеріңізді енгізесіздер. Және де жұбайыңыздың мәліметтерін де енгізеді. Соңында қай жерден тапсырып жатқаныңызды, қай жерден алатыныңыз документті сіз белгілей аласыз. Қаланы, ауылды, ЗАГСты көрсетуіңіз керек. Дайын болған құжатты кейін сол жерден алу үшін. Одан кейін төлемақы жасайсыздар. Банкты таңдай отырып, төлемақыны аяқтағаннан кейін, жібергеннен кейін міндетті түрде чекті шығарып алыңыздар. Бәрі аяқталған соң ECP ключпен міндетті түрде қол қою керек, немесе SMS код арқылы болады. Сіз жіберген өтінішті жұбайыңыз өзінің жеке кабинетіне кіріп келісім беру керек, сонда құжатыңыз орындалып дайындалады, ЗАГСтен ала аласыздар.